Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастайық. Жаттық шеңберін айтып өтейік. Амансың ба, алтын күн? Амансың ба, көк аспан? Амансың ба, достарым? Сендерді көрсем қуанам. Логикалық тапсырмаға зер салыңдар. Сөйлемдерді жалғастырайық. Жемістерді қай заттың ішіне саламыз? 4 суреттің біреусін таңдайсың. Екінші, түрлі түсті қарындаштармен бояймыз. Қайда салып бояймыз? Оны да табамыз. Үшінші, қай мезгілде қолшатыр ұстаймыз? Балалар, қай мезгілде қолшатыр ұстайтын едік? Тауып көрейік. Оқушылар, өткен сабақтарым бойынша сұраққа жауап берейік. Бірінші, дыбыс нешеге бөлінеді? Екінші, дауысты дыбыстар қандай әріптер жатады? Үшінші, дауыссыз дыбыстарға қандай әріптер жатады? Төртінші, дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Бесінші, мәтін дегеніміз не? Мәтіннің неше түрі бар? Оқушылар, жаңа тақырыпты ашу үшін математикалық өрнектердің мәнін тауып, әліпбиден сөз құрастырайық. Тақырып ұлттық тағамдар. Оқу мақсатымыз берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту және сөздегі дыбыс түрлерін ажыратып, жуан және жіңішке дауыстыларды дұрыс айтылуын дыбыстау. Кітаппен жұмыс. Бірінші жаттығу. Шұжық. Тұрысбек Еділбаев. Дәмді тағам шұжық, түрі ұзынша қызық. Ағам көрсе тоймайды, оңайға апам қоймайды. Сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы болды? Шұжық қалай жасалады? Еттен қандай ұлттық тағамдар жасалады? Бұл әңгіме ме, өлең бе? Екінші жаттығу. Қымыз ұлттық тағам. Ол бие сүтінен жасалады. Оның емді қасиеті мол. Сұраққа жауап берейік. Қымызды қайдан аламыз? Қымыз қандай тағам? Үшінші жаттығу. Сөз жұмбақты шешейік. Шешуіндегі заттарға жұмбақ құрастырайық. Балалар, төртінші жаттығуға қарайық. Жент, шұжық, ірімшік, сүзбе. Осы сөздерді көркем, әдемі, талапқа сай, қатесіз жазамыз. Бесінші жаттығу. Ребусты шешеміз, шешуіндегі сөздерге мәтін құрайық. Қандай сөз шықты? Ал мәтін құрап көрейік. Балалар, дәптерімізді ашайық, дәптермен жұмыс жасайық. Мына үлгіге қарап, дәптерді толтырамыз. Балалар, сергіту сәтін өтейік. Ұшты-ұшты ойын тыңдаңдар. Егерде ұшатын нәрсе болса, онда қол шапалақтаймыз. Ұшпайтын заттар болса, аяқты тоқылдатамыз. Ұшты-ұшты қыран ұшты. Ұшты-ұшты қалам ұшты. Ұшты-ұшты кептер ұшты. Ұшты-ұшты сызғыш ұшты. Оқушылар, ұлттық тағамдарға қандай тағамдар жатады? Кластер арқылы ақ параққа салып көрсетіңдер.
Балалар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақ несіме ұнады? Тағы не білгің келеді? Қандай ой түйдің? Осымен сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет.